достар, бұл Easy қазақша жобасының 4-ші сабағы. Біз бүгін жол сұрауды, автобуста, көлікте қолданылатын қазақша тіркестерді үйренеміз. Қазақ тілінде жол сұрауда қолданылатын тіркестер мыналар. Кешіріңіз, бұл автобус қайда барады? Абай көшесі қайда орналасқан? Бұл қай аялдама? Такси қанша тұрады? Келесі кезекті қазақ тіліндегі жол жүру грамматикасына арналған лайфхактар топтамасына береміз. Бұл қайда барады сөйлем формуласы. Белгілі бір заттан кейін қайда барады тіркесін қолдану арқылы жаңа сөз жасай аласыз. Мысалы, автобус қайда барады? Көлік қайда барады? Екінші лайфхак. Барама сұрақ қоюдың ең оңай түрі. Заттан кейін етістікке ма, ме, ба, бе, папе жалғаулықтарын жалғау арқылы сұрақ қоюды жеңілдете аласыздар. Автобус барама, көлік барама. Үшінші лайфхак. Бағыттық септік. Қайда сұрағына жауап беру үшін ға, ке, қа, ке жалғаулықтарын жалғау арқылы жауап бере аласыздар. Мысалы, орталыққа, мектепке, базарға. Бүгін біз жол жүру, автобуста, көлікте сөйлеу тіркестерін үйрендік. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен бірге Easy қазақша. Келесі кездескенше сау болыңыздар.